Ассалаумағалейкум. Мына тоқтап тұру деген сабақтың кішкентай ғана бір 5 минут қана үзінді. Мынау жерде мен көрсетіп қойдым. Жалпы мына жол қиылысының бұрышынан 30 метр асып тоқтау керек, немесе жетпей тоқтау керек. Біз деген ереже бойынша қазір білесіздер. Егер мына жақтан келе жатқан көлік оңға бұрылатын болса, ол деген қазір. Ол деген бірден екінші полосаға шығуға болмайды. Қазіргі заң сондай. Екінші полосаға шығуға болмайды, ол деген бірінші полосаға шығу керек. А енді бірінші полосада машиналар тұрып алса не болады онда? Мысалы үшін айтайық, мына жерге біреу машинасын қойып қойды. Онда болса амал жоқ, екінші полосаға шығып кетеміз. Ол енді заңға қайшы нәрсе. Сондықтан мына жерде 30 метр машина тұрмау керек. Дәл сол сияқты біз деген оңға бұрылғанда білесіздер, екінші полосадан бұрылмаймыз, бірінші полосадан бұрыламыз. Сондықтан бірінші полосаға бүйтіп барып оңға бұрыламыз. Егер мына жерге біреу машинасын қойып қойса не істейміз? Онда екінші полосадан бұрылуға тура келеді. Сондықтан жол қиылысында 30 метр жақын тұруға болмайды. Сонан кейін бұл тек жол қиылысына байланысты ғана нәрсе. Андай аулаға кіру дейміз, заправка кіру дейді ме, олар деген жол қиылысына жатпайды. Сондықтан ол жерлерде маңызды емес. Ол жерде де енді тақалып тұруға болмайды, мына жерге хотя бір 5 метр жетпей тоқтап тұрған дұрыс негізі ол жерде. Мына жерде де қарап тұрмыз, мына 30 метр деген мына өте дұрыс деп тұр. Мына жерде 5 метр дейді, дұрыс емес. Дұрыс емес. Енді 30 метр деген ол дұрыс. Осындай бір мәліметтер